иррационал теңсіздіктерді шешуді қарайды. Иррационал теңсіздіктерді шешкен кезде біз түбір көрсеткішін көңіл бөліп қарауымыз керек. Түбір көрсеткіші жұп сан болған кезде біз мына жерде 2 деп есептейміз. Оны мәндес теңсіздіктер жүйесіне көшіреміз. Мысалы, түбір көрсеткіші жұп болған кезде 2 не болайық? 2 fx үлкен gx түріндегі теңсіздік берілген болса, біз енді бірден ойлап қаламыз, екеуін де бірден екен дәрежеге көтереміз деп. Жоқ, біз 2 жүйе бар боламыз. Бірінші болған мәндес жүйе түбір астындағы өрнектің барлық анықталуы болса. Ол қай жағдайда болады? Егер теңсіздіктің оң жағында үлкен болып тұрған жағдайда, оң жағы терістен болса, себеп түбірден, жұп көрсеткіш түбірден барлық кезде оң сан шығады. Онан терістен болса, онда барлық кезде анықталу облысында орындалады. Нөлге тең болған жағдайда да. Бірінші мәндес теңсіздіктер жүйесі, осы теңсіздіктерді шешсек, берілген иррационал теңсіздіктің шешімі бар. Екінші мәндес теңсіздіктер жүйесі бар. Бұл жерде екі жағында екен дәрежеге көтереміз. Fx теңсіздіктің өзін қоямыз. Берілген теңсіздіктің gx-тің 2n дәрежесін көтереміз. Және бұл жерде бір шарт орындалу керек. Бізде gx-іміз нөлден үлкен болмаса тең болмайды. Міне осы екі теңсіздіктер жүйесін шешіп, біз солар жауаптарының бірігуін алсақ, біз берілген теңсіздіктің шешімін толық тапқан боламыз. Қазір мысал ретінде қарайық. Бұл жерде екі теңсіздіктер жүйесін жасалайық. Бірінші мәндес теңсіздіктер жүйесі x квадрат минус 4x үлкен болмаса тең 0, gx кіші болмаса тең gx дейтін. Бізде gx-тің орнында x минус 4, x минус 3 кіші болмаса тең 0 деді. Демек, мына жер терістен болған кезде барлық анықталу болысында дейміз, x-тің барлық мүмкін мәндер жиынында теңсіздік орындалады. Енді осыны шешейік. Бірінші теңсіздікті көбейтіштерге жіктеп алайық. x минус 4 үлкен болмаса тең 0-ден, мына жерден x кіші болмаса тең 3-тен деген теңсіздік бар. Мен бұны интервалдарға саламын. Бірінші теңсіздікті көбейтіштерге жіктегеннен кейін 0 және 4. 0 өзі тиісті, 4-тің өзі тиісті. Интервалдарға бөлсек, бұл жерде біз плюс, минус, плюс бөліне аламыз. Және қарап отырамыз, плюстері, оң мәндері теңсіздігіміздің шешімі бар. Қоя салайық. Екінші теңсіздіктің шешімі қиындықтың үшін шкафтап қоя аласыз. Енді екінші теңсіздіктің шешімі нәтижеге саламыз. 3-ті белгілейміз. 3-тен кіші болса, 3-тің сол жағы болады. Сол жағымен қиыстырамыз. Екеуінің қиысуы минус 8-тен 0-ге дейін. Мына жерде жауабы деп жазсайын. Минус 8-тен 0-ге дейін 0-ді қоса есептегенде қоса алғанда. Міне біздің мынаған сәйкес бірінші теңсіздіктер жүйесінің шешімін алады. Енді екінші теңсіздіктер жүйесін құрастырып алайық бұл мысалымызға сәйкес. Бұл жерде x квадрат минус 2x үлкен x минус 3-тің квадратынан теңсіздіктің екі жағында квадраттар дейміз. Бірақ бір шарт орындалу керек. X минус 3-іміз 0-ден үлкен болмаса тең болады. 0-ден үлкен болмаса тең болады. Енді осы теңсіздіктер жүйесін шешеміз. Бірінші теңсіздіктер жүйесін бөліп шешіп алайық. X квадрат, мына жерде неге 2x квадрат берілгенде 4x минус 4x үлкен x квадрат минус 6x
Плюс 9'dan al bunun kvadratымен açtık. A kvadrat minus 2AB plus B kvadrat formasını keltirip açtık. Sonda endi x kvadratda böldi. 6x'te tengliktin sol жағына шығарсақ 6x minus 4x ve minçik bunu bulup çıkardı. 9'dan sonda 2x ülken 9'dan x ülken 4 ülken 2'den 1'den 9 2 ölçek olmasa 4 ülken 5'ten veriyoruz. Şimdi ikinci denkliktin şeşimi birincisini x ülken 4 ülken 5'ten oldu. X ülken olmasa 3'ten oldu. İkinin kilisini kararız. Etmecide sırayım. 4 ülken 5'te koyayım. Ülken demek onca ücreti hissemiz açık kaldı. Açık kaldı. İkinci denkliktin şeşimi 3 boyalardı. 3'ten onlarda kıyıktasak 4 5'ten 3 şekilde değil. Onu birinci denklikler üyesinin şeşimini biriktirerinde şartı belirgin denkliklerin şeşimi var. 4 5'te istemiz 4 5'ten plus şekilde değil. Bunu bizim baktığımızın cevabı çok cevabı